жаққа толып жатқанда сізбен өзіңізбен бетпе-бет кездесіп, көзбе-көз құттықтауды жөн санадық. 90-шы жылдардан бастап осы әдебиет әлеміне атыңызды шығарған ақшам хаттары, жыр жинағыңыз бәріміздің есімізде бар. Қазақтың көрнекті ақыны, мемлекеттік сыйлықтың иегері Тыныштықбек Әбдікәрімұлы 70 жасқа толып отыр. Тыныштықбек аға бүкіл саналы ғұмырын әдебиетке, қазақ әдебиетінің дамуына, өркендеуіне арналған ең алғаш ақшам хаттары деген пышақтың қырындай кітап шығып, сол кітап арқылы бүкіл әдебиетті үлкен төңкеріс жасаған ақын, қазақ поэзиясына құбылыс болып келген, кейін оны өлеңдерінің ерекшелігіне сүйсініп, Әбіш Кекілбаев біртүрлі ақын деген үлкен мақала жазып, қазақ әдебиетіндегі орнын айшықтап берген болатын.